Алихан Бөкейханұлына келген кезде біз бір нәрсені ескеруіміз қажет. Ол кісі өзінің бір сөзі бар: ұлтқа қызмет білімнен емес, мінезден дейді. Кейде бізде есептейді, жаңа мінезді болсақ, патриот болсақ, намысшыл болсақ, ұлтшыл болсақ, отаншыл болсақ, бізге осы қасиеттер жетеді, біз ұлтқа лайықты түрде қызмет ете алады екенбіз деп. Ол Алиханның енді өзіне қарайтын болсақ, атамыздың, ол кісі өте білімді, сауатты адам. 9 тіл біледі, осының өзі үлкен дәлел деп айта аламын. Мысалы, экономика жағынан болсын, дін жағынан болсын, еңбектерін қарап отырсақ, қалай экономиканы дамыту керек деген секілді өте мықты ұсыныстар айтқан. Бұл жағын айтқанда, яғни білімді кісі, тұңғыш абайтанушы. Кез келген алаштың қайраткерін арсақ, олар бір ғылымды игерген. Яғни Алихан Бөкейханұлы мен үшін бір жай ғана бір ұлтты артынан ертіп жүрген бір көсем мықты лидер ғана емес, көшбасшы. Ол интеллектуал, білімді, ұлт көшбасшысы деп айтар едім. Ол кісінің бойында бірнеше қасиет, яғни жиналған. Білім де бар, мінез де бар, өз айтқан, мәдениет те бар.